Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Сен не үйрендің?» Сендер осы бөлімде саяхатқа қатысты сөздерді білдіңдер. Сұрақ құрап, жауап беруді, суреттерді сипаттауды үйрендіңдер. Көрікті орындармен, тарихи қаламен, қызықты ақпараттармен таныстыңдар. Ертегіні жалғастырып, айтуды үйрендіңдер. Өз ойыңды айтуға дағдыландың. Оқушылар, ойын өткізейік. Ең жақсы. Ал мен екі топқа бөлінейік. Мынандай нұсқаны тыңдап алайық. Қалаларды еске түсіреміз. Берілген мінездеме қай қалаға сай екендігін айту қажет. Ең қарлы, ең жылы, ең таулы, ең үлкен өзені бар, ең қарағайлы, ең көне, ең жемісті. Іске сәт, ойланайық. Бірге тексерейік. Ең қарлы Қостанай, ең жылы Түркістан, ең таулы Алматы, Өскемен, ең үлкен өзені бар Павлодар, Семей, онда Ертіс өзені ағады. Ең қарағайлы Бурабай, ең көне Тараз, Түркістан қалалары, ең жемісті Шымкент қаласы. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқалары сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, осы бөлімде өткен сөздерді, сұрақтарды, олардың жауаптарын еске түсірейік. Ол үшін сөздерді тарси арқылы қайталаймыз. Әр топта өз сөздері бар. Іске сәт, ойланайық. Оқушылар, тексерейік. Тыңдалым. Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап берейік. Алматы қаласының шығысында Көлсай көлі бар. Оның суы мөлдір, табиғаты керемет, ауасы таза. Көлдің жанында киіз үйлер тігілген. Адамдар көлде қайықпен жүзіп серуендейді. Сұрақтар. Көлсай көлі қайда орналасқан? Көлсайға бардың ба? Сұрақтарға жауап бермес алдында мына видеоматериалды тамашалайық.
Сұрақтарға жауап берейік. Көлсай көлі қайда орналасқан? Көлсай көлі Алматының шығысында орналасқан. Көлсайға бардың ба? Жоқ, мен Көлсайға барған жоқпын. Немесе, иә, мен Көлсайға бардым. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Айтылым. Үшінші тапсырма бойынша сыныптасыңмен диалог құрастырып айт. Іске сәт, ойланайық. Оқушылар, диалогты бірге тексерейік. Досым, сен жазда қайда барасың? Мен жазда Алматыға барамын. Алматы қандай қала? Алматы әсем қала. Алматыда қайда барасың? Мен Көктөбеге медеу мұз айдынына барамын. Оқушылар, демалып алайық. Сергіту сәтін орындайық. Қане, қанат жазайық. Қарлығашқа ұқсайық. Ұшып алайық. Орнымызға қонайық. Білімде алға болайық. Оқушылар, жазылым. Жұмыс дәптерлерімізді ашайық. Келесі тапсырманы орындайық. Мына суреттер бойынша қалалардың атауын жазу керек. Іске сәт, ойланайық. Оқушылар, тапсырманың жауабын бірге тексерейік. Бірінші сурет – Астана қаласы. Екінші сурет – Түркістан қаласы. Үшінші және төртінші сурет – Алматы қаласы бейнеленген. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, келесі тапсырма жазба жұмысты жалғастырамыз. Сызбаға қарап, Түркістан қаласы туралы шағын мәтін құрастырып жазайық. Ойланайық. Іске сәт. Оқушылар, тапсырманың жауабын бірге тексерейік. Түркістан қаласы оңтүстікте орналасқан. Ол көне қала. Онда Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар. Кесенеде тай қазан тұр. Қазанның салмағы 2 тонна. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, бөлім бойынша білімдерімізді Worldward платформасы арқылы тексеріп көрейік. Сұрақтарға жауап берейік. Іске сәт. Үй тапсырмасы. 102-ші беттегі екінші тапсырма бойынша оқып өлеңді шешуін табу керек. Андарды сипаттаймыз. Іске сәт. Ойланайық. Оқушылар, енді бас бармақ тәсіл арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын.